Күн сәрсенбі, уақыт 19:00, сұхбат тайм эфирде. Ассалаумағалейкум, көрермен. Добрый вечер, уважаемые наши телезрители. Среда, Сухпат Тайм вместе с вами. Данная программа является диалоговой площадкой региональной службы центральных коммуникаций. Итак, тема программы «Каким был 2017 год» для средств массовой информации Мангистауской области. Рахмет Айсұлы, дұрыс айтасың. 2017 жыл өңірдің бұқаралық ақпарат құралдары үшін қалай болды? Енді осы сұраққа бүгін біз негізгі өзіміздің серіктес әріптестеріміз шақырғанбыз. Сонымен студия қонақтары Ғалым Бейсенбекұлы Әріп, Маңғыстау облыстық қоғамдық саяси газетінің бас редакторы, Ануарбек Қосымұлы Бимағанбет, Маңғыстау телеарнасының директоры, Наталья Григорьевна Бутерина, облыстық Агди Маңғыстау қоғамдық газетінің бас редакторы, Тумба жауапкершілігі серіктестігі директорының орынбасары Аубакарова Әсем Кендіқазиқызы. Добрый вечер. Добрый вечер. Кешақ әріптестер, енді бірінші сұрақты Ғалым Бейсенбекұлы өзіңізге қойғым келіп отыр. Жалпы енді өңірдің қара шаңырағы саналатын Маңғыстау 50 жылға жуық тарихы бар Маңғыстау газеті үшін биылғы жыл қалай болды? Ең әуелі мына есігімізді қағып, төрімізге еніп жатқан жаңа жыл орайында бізді де төрге шығарып отырған өңірлік коммуникациялар қызметімен Қазақстан ақтау телеарнасына үлкен рахметімізді айтамыз. Жалпы шынында келгенде қазір біздің тәуелсіз елімізде қоғамда баққа деген бақтың рөлі, бақтың белсенділігі өте жоғары болып келе жатыр. Біздер енді қазір телевидение шағырағында отырмыз. Телевидение болсын, интернет болсын, газеттер болсын, тәуелсіз мемлекеттік басылымдар болсын, бір-бірімізді бәсекелес санамаймыз. Барлығымыздың илегеніміз бір тері, алдымызда қойған мақсатымыз елге қызмет ету. Елдегі жаңалыққа жаршы болып, елдің мүддесін, ұлттың мүддесін осы өзіміздің аймағымыздағы барлық жаңалықтарды көпшілікке жария етіп, насихат жұмысы жүргізу. Енді қалай болғанда да біз атам қазақ айтқандай, ескі жылым есігі, жаңа жылым жарылқаға дегендей, ешбір жылға да ренішіміз болмау керек. Біздің бойымызда оптимизм болу керек. Өмірге деген құлшыныс, алға қойған мақсат жолындағы күресіміз ешқашан тоқталмайды. Міне осы бағытта міне алдағы жылы жаңа жылда өзінің 45 жылдығын атап өткелі отырған өлкеміздің байырғы газеті бас басылымы Маңғыстау газетінде де жаңалықтар аз емес. Енді жылда тұтасымен айтпағанда да соңғы 2 айдың ішінде мысалға бұрын негізінде өзіміздің жоспарлы аптасына 2 рет 8 беттен, 1 рет 16 беттен шығатын болсақ, соңғы 2 айда оқырман мүддесі үшін, мемлекеттік тапсырыс үшін бір жағы аптасына 2 рет 16 беттен, 1 рет 24 беттен шыққан жағдайымыз болды. Бұл соңғы айларда біздің жұмысымыз өте екпінді, сондай үлкен деңгейде жүріп өтті. Сонымен қатар енді басты мәселе газеттің газет болуы, газеттің өзінің үлкен қоғамда рөлін атқару үшін оқырманы көп болғаны әрине өте жоғары рөл атқарады. Бұл бағытта енді біз облыстың барлық аймақтарын аралап, аудан қалаларды, кәсіпорындарды үлкен жұмыстар жүргіздік. Ол жөнінде өткенде өзіңіз берген сұхбатты айтып өткенбіз. Енді ең бастысы мына жаңа жылда да біздің оқырманымыз біршама көбейе түсейін деп отырған байқалып отыр. Енді бүгінгі таңда да 10 мыңға жақындап қалды. Бұл үшін енді облыстық әкімшілікке, ішкі саясат басқармасына, жан-жақтағы елжанды азаматтарға алғысымыз шексіз. Енді қалай болғанда да біз өзіміздің әрбір қазақ шаңырағында қазақ басылымы міндетті түрде бару керек. Себебі елбасымыз айтып отыр, рухани жаңғыру мақаласындағы ең басты мәселе бұл ұлттық сана, ұлттық сананың өсуі. Ұлттық сананың, ұлттық рухтың өсуі үшін біз мемлекеттік тілдегі, ана тіліміздегі облысқа тарайтын, тек қана облыстық емес, бүкіл мына елдің мәселесін көтеретін, және басты айтатын мәселе біздің оқырманымыз көбейіп жатыр, оқырман белсенділігі артып жатыр. Және бізге келетін хаттардың электрон түрде аяқтай қолдай келетін хаттардың мазмұны күшейіп жатыр. Оларда елдік мүдде басым бағытқа болып жатыр. Сондықтан да бұның өзі оқырманның да сана сезімінің өскені, халықтың да сана сезімінің өскені, ұлттың біршама ұйысып келе жатқан байқатады.
Жақында маған мысалға бір қарапайым оқырман апай болу керек енді бізден жас, сосы телефон шалды. Телефонда айтып жатыр, мен биыл сондай мекемеде жазылғасын газетке жазылып едім дейді. Сода өте қатты ұтып отырмын дейді. Себебі бұрын бұл газетті мен білмеппін де оқымаппын да. Бір мұнайшы апай жазып отыр да. Себебі қазір балаларымыз оқып жатыр дейді. Балалар нәр алып жатыр рухани. Тәрбие бар, әдебиет бар, мәдениет бар, саясат, экономика, тарих, спорт. Елдің бүкіл жаңалығы бар. Ендеше бұл газетке жазылу, бұл әрбір шаңырақтың, әрбір отбасының міндеті болу керек деп ойлаймын. Рахмет. Ал енді мен өзім журналистеріме біраз пікірімді айтып өтейін. Жалпы біздің журналистер қауымы жаңа айтқан бәсекелестік емес, бұл уақыттан ұтылмау керек. Уақыттан ұтылмау керек, және өздерінің бойындағы ұлтжандылық қасиетін арттырып, үнемі ізденіп оқып, қаламның қайратын көрсетуге ұдайы жазумен айналысып отырғандары дұрыс. Рахмет. Наталья Григорьевна, год запомнился, я знаю, много чем. Много интересных проектов было. Агни Мангистау 50-летие свое отметила, широко отметила. Мы на нашей площадке уже не раз об этом говорили. Какие еще интересные конкурсы, может быть, какие-то достижения Агни Мангистау? Чего вы ожидаете от следующего года? Какие задачи у вас впереди? И что такого яркого вы могли бы сейчас рассказать нашим телезрителям, поделиться? Ну и, конечно, ваши пожелания своим коллегам. Спасибо большое. Добрый вечер всем. Да, у нас этот год выдался очень таким насыщенным, юбилейным. Параллельно с нашим 50-летием мы активно участвовали в освещении Всемирной выставки «Экспо». И наши журналисты трудились, так скажем, в поте лица. Один из них, Александр Покатилов, он получил диплом, благодарственное письмо от Ахмеджана Есимова, который был председателем правления Астана-Экспо 2017. Это очень отрадно. Буквально на днях в конкурсе «Алтын Калам» за публикацию своих материалов я тоже удостоена премии Акимата Мангистауской области. Спасибо большое. 50-летие мы отмечали, вспоминая всю историю нашей газеты. И надеюсь, что еще мы в таком же дружном составе, может быть, даже улучшенном, будем отмечать еще и столетие нашей газеты. Планов, конечно, много. Сейчас есть возможности и развернуть активную работу на сайте газеты, поднять новые рубрики, особенно в рамках Рухани Женгару. Очень много у нас журналистов трудится над поиском интересных материалов и по истории края, и находят интересных собеседников. Ну, планируем, что нашему ТО Мангистау Медиа вообще-то будет 5 лет в феврале месяце. Надеюсь, мы будем дружно отмечать этот юбилей небольшой и 45 лет газете «Мангистау» нашим коллегам. Наталья Григорьевна, надо отметить, что действительно Агни Мангистау стал настоящим праздником всего мангистауцев, всех мангистауцев. А на самом деле было очень много поздравлений. Я уверенно хочу сказать, что это большое достижение, что Агни Мангистау стала действительно народной, любимой газетой. Спасибо. Это очень отрадно. Анурбек Кусмол, енді сізге сұрақ, ребрендинг жасалды, жаңа маусымға көштіңіздер. Жалпы қанша хабармен, жақсы жаңа хабармен өз көрермендеріңізді қуантып үлгердіңіздер? Рахмет, Нұрбол. Жалпы биылғы жылдың негізгі қорытындысы деген кезде біздің бірінші айтатынымыз осы ребрендинг мәселесі. Я телеарнаның жаңағы бүткіл контент, мазмұны, атауынан бастап, өзінің тарихи өңірдің төл атауын алды. Ғалеке, біздің телеарна Қазақстан Ақтау емес, Маңғыстау телеарнасы деп аталады. Маңғыстау телеарнасында біраз жаңарту жұмыстары жасалды, біраз жаңа жобалар іске қосылды. Оның ішінде жаңа жобалардың ішінде біздің елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласына сәйкес көптеген тақырыптық мазмұндық жағынан осы бағытты насихаттайтын, осы бастаманы қолдайтын көптеген жобалар ашылды. Оның ішінде жаңағы алтын қазық секілді жобаны мен айтар едім. Туған ауылдың оның жағы туристік потенциалы, ол ауылда не бар, кім шыққан, қандай жақсы дүние, сол ауыл несімен ерекшеленеді деген сияқты жан-жақты ізденіп біздің ауылымызды, туған жерді, топырағымызды танытатын сондай бір жоба. Одан да басқа тағы да жасалып жатқан жобалар көп. Біздің әлі жоспарлап іске қоспай отырғанда жобаларымыз бар.
сын мен шын деген ток-шоуымыз қазір жүріп жатыр, түсіріліп жатыр. Басқа да бізде көптеген жоспарда дүниелер бар. Бұйырса ол енді жаңа жылдың еншісінде болады деп ойлаймыз. Ребрендинг тек қана жаңағы хабарларды өзгерту, ашып жабумен болған жоқ. Ол жаңағы телеарнаның өзінің жаңағы ID дизайн жаңағы бойынша да барлық саласы бойынша. Я вас смело могу перебить, потому что вы сам директор телевидения и знаете, что в первую очередь для нас важны наши телезрители. Итак, звонок. Сонымен көрермен тыңдап көрсек. Кеш жарық. Мына бүгінгі бағдарламаға бүкіл облысымыздағы бұқаралық ақпарат құралдарының басшылары жиналып отыр екен. Баршаңызға жаңа жылдарыңыз құтты болсын дейміз. Мынау жыл жақсылығымен келсін. Енді тілек бар, мынау көрер көзі, оқитын оқырманы көп болсын дейміз бұқаралық ақпарат құралдарының. Сұрақ, мына жаңа жылға қандай жоспарларыңыз бар, қандай жобаларыңыз бар? Көрермен мен оқырманды немен қуантасыздар? Қысқаша екі ауыз сөзбен. Енді телеарнаға қатысты айтатын болсақ, әдеттегідей дәстүрлі жаңа жылдық мерекелік бағдарлама дайындалуда. Одан бөлек жалпы биылғы жылдың бір ерекшелігі, біз осы жаңа жылға әрине мерекелік көңіл күй, ондай көңіл көтеретін бағдарламалар болады. Одан бөлек салмақты дұрыс дүниелерді де, мазмұнды дүниелерді де, танымдық хабарларды да жоспарлап отырмыз кестемізде. Ал кешегі тікелей эфир жөнінде айтып кетесіз бе? Творческий вечер жөнінде. Ол да бір қызық. Айсұлу, мен сіздің сұрағыңызды түсіндім, сауалыңызды. Шынымен де облыс әкімі Ералы Лұқманұлының мұрындық болуын бастамасымен, қолдауыменен біздің өңірдегі біздің осы жерлесіміз қазақ әдебиетіне, қазақ поэзиясына үлкен үлес қосқан ақын Әбіш ағаның өзі айтман, айтқыр адам деп ат берген Светқали Нұржанның шығармашылық кеші өтті. Қазір барлық әлеуметтік желі, жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары, газет, журналдар, телеарна барлығы да осы кешегі өткен шара туралы өте қызу талқылап, қызу жазып жатыр. 3 сағатқа созылған жаңағы шығармашылық кеште ине шаншар орын болған жоқ. Біз телеарна аяқ астынан келген көрерменді қамту үшін сыртқа түсірілімді сырттан арнайы монитор қойып, содан тамашалауға баспасөз орталығынан сондай мүмкіндіктер жасауға тырысып, соның өзінде қамти алмадық, көрерменде адамдар келуші көп болды. Ақынға деген құрметтің, поэзияға, осындай мазмұнды шараларға деген елдің сусағаны, рухани сусағандығын біз кеше куә болдық. Үлкен мазмұнды шара өтті. Рахмет. Еженедельник «Тумба». Я думаю, что это тоже одна из таких любимых газет. Наверное, самая креативная газета, на мой личный взгляд. Расскажите, пожалуйста, о ваших планах. И, пользуясь случаем, хотели бы сразу поблагодарить еженедельник «Тумба» за то, что вы всегда поддерживаете любые наши проекты, любые проекты РСК, региональной службы коммуникации. Вам за это большое спасибо. И вам огромное спасибо. Что сказать? Да, у нас есть очень много проектов. Наши профессиональные журналисты всегда готовы выехать на любые события, расписать очень вкусный материал, чтобы наши читатели и нашим подписчикам было это интересно. Как говорится, вот сейчас вот предновогоднее настроение, у нас сейчас буквально эстафета, красивая елка, самая красивая елка в Мангистау, где участвует очень много компаний, организаций с оригинальными красивыми елками, где вы можете посмотреть на сайте Tumba.kz, очень много. Мы сами удивились, что даже елка была вот под бассейном, ну, очень интересно, очень. Какие планы? Планы у нас очень много. Мы хотим сделать новый проект, касается спортивным, потому что так как в Мангистау очень много спортсменов, про которых прям хочется написать, и мы готовы про них писать, хочется также написать про открытие каких-то организаций, фирмы, пусть будет это фирма, организация, или что-то, чтобы наши читатели, наши подписчики знали, что за компания, какая компания и чем они занимаются. Асемка Дикизеевна, пользуясь случаем, вы можете передать и привет, и поздравления не только со страниц вашей газеты, но и сейчас воспользоваться этим моментом. Ой, спасибо огромное. От имени редакции газеты «Тумба» хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья,
здоровья вам и вашим близким, успехов в труде, да? Жаңа жылыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, табыстарыңыз мол болсын, істеген істеріңіз тек сәттілік болсын. Жаңа жылыңыздармен. Рахмет. Тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Саламатсыз. Баршаңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Рахмет. Жаңа жыл жаңа табыстар алып берсін. Ғалым ағама сұрағым бар еді жалпы. Газеттерді алып оқып жүрміз. Осы ақпаратты жеделдету мақсатында қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Сосын мына бұқаралық ақпарат құралдарында осы қызмет етіп жүрген жаңа тілшілер бар. Солардың жағдайын жасауда қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Сол туралы қысқаша айтып өтсеңіздер. Әлеуметтік мәселе менің түсінгенім, енді ол көптен айтылып жүрген мәселе, журналистерге дейді, баспанамен қамту, сол мәселе болу керек, себебі ол бұрыннан айтылып жүрген. Ғалым Бейсенбай, қысқаша себебі хабарыңыз аяқталған азын аулақ қой. Жаңалықтарды біз өте ұшқыр беріп жатырмыз қазір. Газеттің соңғы бетінде хабарлар жаңалықтар деп шығады, ол күнделікті болған жаңалықтар. Енді бұл көбіне сол мәдениет, спорт тақырыбындағы. Енді алдыңғы беттерде, екінші, үшінші беттерде, тағы басқа беттерде облыста болып жатырған саяси оқиғалардың хабарлар Маңғыстау ақпарат деп өте жедел түрде беріліп отырады. Келесі күн өмірге соғын жазып беріліп отырады, өткен шаралар. Оның үстінде сайтыңыз бар, сайтта да шығып тұрады. Сайтта өз алдына шығып отыр. Ол қазір бүгінгі өткен шаралардың барлығы қазір сайтқа салынды қазір. Барлығы. Жаңа кешкілердің өзі салынды қазір жазылып. Қазір сайтқа. Ал енді ана әлеуметтік мәселелер жөнінде енді мен нақты не айтып отырғанын білмеймін. Енді бұрынғы кездерде мысалға балабақша дегендер болатын еді ғой. Сол бағытта айтылып отырған болар деп ойлаймын. Басқа енді қандай журналистік жағдай жасау жөнінде енді бір мәселе бар сияқты. Осы ана жолы біз мына Наталья Григорьевна бар. Бір 5-6 жылдықта ненің Төмен облысына бардық. Көшербаевтың әкім кезінде Ресейге мұнайлы облыстардың бір-бірімен ынтымақтастығы бағыты бойынша. Сонда бізде сол Төмен облысы Ресейдің мұнайының 50%-ін 50%-ін береді екен ғой. Барлық жағынан жағдай жасалған өңір екен. Сонда бір үлгі алатын мәселе Союз журналисті Төменский облысы деген 2 этажды, 2 қабатты үлкен ғимараттары болды. Соның ішіне кірдік, оның ішінде газеттер орналасып екен, түрлі өздерінің журналистердің басын қосатын дөңгелек үстелдер өткізетін деген сияқты. Сонда үлкен аудиториялар, залдар, кабинеттер бар екен. Содан кейін тағы бір үлгі алатын нәрсе, мен ол күні бір газеттен оқып қалдым, орыс тіліндегі, сол Төмен облысындағы қаладағы. Онда жазушылардың үйі бар екен. Дом писателей деп аталады екен. Мен ана жігіттерге айтып едім, бармағаннан кейін мен өзім барып кеттім, барып көріп. Ол бұрын кітапхана болған екен, сол қаланың. Ескі кітапхананы жаңа жазушыларға берген екен. Сонда жазушылар, оқырмандар бас қосып, жаңа әртүрлі әдеби мәселелерді, жаңа кітаптарды талқылап деген сияқты кештер өткізіп, сондай жататын жағдай бар екен. Бұл үлгі алатын нәрсе. Біздің облыста да бұл мәселе көтеріліп жүр. Журналистердің үйі, жазушылардың жаңа бір бас қосатын ошағы болса деген пікір көптен айтылып та жатыр. Енді облыс басшыларының құлағына алтын сырға көмектесетін шығар деп ойлаймын. Бұл айтылып келе жатыр және бұған байланысты өңір басшысының жаңа қабылдаған шешім уақыты аз қалды деп ойлаймын. Бұйырса бір жақсы осы бағытта жақсы бір шешім. Яғни жаңалық күтуіміз керек. Рахмет. Анарбек Қосымұлы, енді алдағы жоспарыңыз туралы айтыңыз. Жоспар бір ауыз сөзбен қысқа айтқанда, биыл телеарна көрермендерге барынша қалай жаңа форматта барынша қалай қызмет көрсетіп келді. Келесі жылда жалықтырмаймыз деп ойлаймыз, жалықтырмауға тырысамыз. Қолдан келген бар мүмкіндігімізді пайдаланып, көрермендерге лайықты бір талғамды дүниелер ұсынуға тырысамыз. Түсінікті, рахмет. Анарбек Қосым, менде де бір сұрақ бар еді сайт жөнінде. Телеарнаның сайты. Телеарнаның сайты, қазір біз газетте, телеарнаның өзі мына ақпараттың жеделдігі бойынша қазір мына әлеуметтік желі жаңағы ақпараттық сайттардың дамыған кезінде бұл технологиядан белгілі бір деңгейде кешеуілдеп келеді.
демек қалып қоюға болмайды. Не істеу керек? Сол озып бара жатқан технологияны ішінде бірге тұтыну керек. Телеарнаның өзінің сайты бар. Сайтқа пайдаланушылардың саны бізде өзара әр филиалдардың арасында арнайы жаңағы рейтинг жүргізіледі. Сол бойынша Маңғыстау облысы алдыңғы үштікте, алдыңғы бесте, тіпті бірінші орында да келе жатқан кездері болған. Сайтты пайдаланушылардың саны жақсы, жаңағы жоғары. Сонымен бірге жоғары болуының себебі күнделікті болып жатқан жаңалықтардың бәрін біз сайтқа уақытында дер кезінде салып отырамыз. Ақпарат іздеген адам үшін, ақпарат іздеу үшін керек тиімді тәсіл. Тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдап көрсек. Кеш жарық, сұрағыңыз қоя беріңіз. Алло. Мен бір сұрағым бар еді. Мына Қазақстан журналистер одағы мүшесі дейтін ұйым мекеме бар. Сол журналистердің басын біріктіреді. Жалпы осы басшылардың ой пікірін білгім келеді. Кез келген осы көрінгеннің бәрі осы журналист одағы мүшесі болып кеткен жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Осы тұрғыда не айта аласыздар? Енді шынында да бар мәселе. Бұл мәселеге кім жауап беретіндігін мен білмеймін. Ғалеке, журналистер одағының мүшесі шығармыз барлығымызда, бірақ сол журналистер одағының одақты бұл жерде жағы одақтың құзыреті бізде жоқ шығар, бұған жауап береді. Пікір білдіруге болады. Бірақ одақтың төрағасы Петр Алексеевич Алматов деген ардагер журналист, білеміз ол кісіні. Бұл одақтың жазушылар одағында, журналистер одағында да бұл мәселе бар. Кім болса соны кіргізеді деген әңгіме бар, оны жасырмаймыз. Екі мақаласы, бір сюжет шыққан адамның одаққа мүше болатындығы рас. Талғаммен екшеп бір жасалатын бір уақыт келеді деп ойлаймын. Дұрыс, рахмет. Ғалеке, өзіңіз пікіріңіз екі ауыз. Ол дұрыс мәселе енді. Бұлай негізінен алғанда қалам деген қасиетті дүние ғой. Қаламда өзінің өмірлік мұраты қылып алдына мақсат қылып қойған адам, қалам қадірін, қасиетін түсінген адам, сол жолда өмірін арнайды. Оған бұл қаламның қасиетіне тек жүрдім бардым қарауға болмайды. Оның бүкіл өміріңді арнағаннан кейін ұдайы жазып, мысалға ізденісте болмасаң, қалам қарайып қалады. Ендеше жаңадан келіп жатырған жастардың бәрін, немесе тағы басқа әр салада жұмыс істеп, тек анасында бір мақала жазып қойған адамды журналистер одағына өткізу деген ол онша дұрыс келмейді. Оны әлде алдағы уақытта Әнуар ініміз айтып өтті ғой. Оның бір уақыты келетін шығар, бір не қылатын. Жазушылар одағында кішкене қиын да, онда да өтіп кететін адамдар көп. Бірақ жазушылар одағының комиссия кішкене қаттылау. Поэзия, проза, драматургия жанрлары бойынша өте үлкен ақындар отыр, қаламгерлер отыр, кішкене өткізу жағы қиындау, күрделеу сәл. Анар Қосым, енді бір сұрағым бар сізге. Осы жаңа жылда Қазақстан телеарнасынан, Маңғыстау телеарнасынан бір конкурс, викториналар тек қана осы студияға келіп ойнататын емес, тек қана осы көрерменмен ойнайтын бір хабарлар жоспарда бар ма екен? У нас есть вопрос, тыңдап көрейік. Қысқа жауап берсеңіз. Сейчас они выступают, как я буду говорить? Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите. Вы слушаете? Они же выступающие говорят. У вас есть вопрос? Скажите, пожалуйста, да, вы очень много говорите. Вот они Мангистав или Мангистав, да, в других газетах. Не пишите, например, совещание аппаратное. Раньше вот писали все досконально, да, подробно, сколько там сколько поручений там, качественно там все, да. А сейчас уже сократили писать. Почему вы, например, выступаете таким, да, что был прием Акима, да, там люди жалобы пришли, показывают коротко по телевизору, а вот в газетах пишется вот поверхностно. Почему, например, не писать подробно? Сейчас вообще нечего читать в газетах. Почему вот не писать все те материалы, например, да, как в других республиканских газетах, хотя бы Все вот... Хорошо. Спасибо за вопрос. На самом деле поручения Акима области всегда пишутся. Есть специальная рубрика для этого. Я думаю, Наталья Григорьевна, вы сами лучше ответите. Ну, спасибо за вопрос читателя. Если они так отслеживают наши материалы, это низкий поклон им, конечно.
Мы еженедельно, то есть по понедельникам проходит аппаратное совещание, и освещаем буквально во вторник, выходит в газете материалы. Аппаратные совещания бывают на разные темы, и бывают темы, которые закрыты, поэтому мы не можем досконально или подробно освещать те или иные проблемы, которые решаются внутри тех или иных органов, госорганов. Да? Если у нас стоит задача более подробно что-то осветить, то есть мы, соответственно, это и делаем. Журналисты сами понимают, что нам нужно донести до читателей досконально. Сейчас у нас есть возможность, мы не ограничиваем площади, то есть как приходит журналист, спрашивается, какая тема, сколько тем. Иногда бывает по 5-7 тем на аппаратном совещании, то есть оно идет 3-4 часа, но дается ограничение, что такие темы мы освещаем, такие темы мы более подробно, эти не очень подробно. И немножко огорчило, что читательница говорит, что нечего читать. Сейчас очень огромный объем информации идет на разные темы, и не обязательно, что мы должны только Аким области освещать, мы и республиканские темы освещаем. И так как у нас вот договор с прикаспийской редакцией, мы все прикаспийские 5 государств освещаем у нас на страницах. Поэтому дальше, в следующем году, у нас еще больше увеличится тематика. Нужно еще и отметить, что «Огни Мангыстау» признана одной из лучших газет в республике среди областных газет. Да, спасибо. Нет, я согласна. Действительно, есть материалы, которые освещают полностью, а есть действительно, как вы сказали, да, есть разрешение, как говорится, и мы освещаем. Есть, то тогда вот действительно надо как бы подождать, пока выяснят внутри, решат всю проблему, а потом уже в любом случае это осветят. Түсінікті. Енді мына мүмкіндікті пайдалана отырып, айта кету керек, жалпы мына тойларына, жалпы мына газеттің әріптестері, журналистер неше түрлі байқауларға қатысып, көптеген жүлделі орындарды алып жүр. Әсіресе республикалық байқауларда, облыстық байқауларда. Енді соның бірі мына дәстүрлі түрде өткізілетін мына экология, денсаулық сақтау, құқық қорғау және тағы басқа тақырыптарда. Сонымен қатар мына Алтын қалам байқауының жеңімпаздары негізінен Маңғыстау арнасы мен Маңғыстау газетінің тілшілері танылды. Мүмкіндік пайдалана отырып, әріптестеріміз шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен қатар жылда өткізіліп келе жатқан Жыл адамы байқауының жыл журналисті 2017 номинациясы бойынша Хабар агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша тілшісі Гүлмира Әбішеваны құттықтаймыз. Енді құрметті әріптестер, енді Шерхан Мұртазаның сөзімен айтқанда, журналистің арқалаған алтын жегені жантақ дейді. Кез келген саланың, мамандықтың өзінің бір қиын тұстары болады. Журналист болу оңай емес, десе де осы жауапкершілікті мойнына алып, ел мен билікпен осындай қоғамда болып жатқан мәселелерді ақпараттандыру мақсатында жұмыс жасап жатқан әріптестерімізге, баршамызға жыл құтты болсын дейміз. Енді өздеріңіздің күнделікті көрермендеріңізге, тыңдармандарыңызға, оқырмандарыңызға айтарыңыз бар ма? Келер жылда не күтесіздер? Сонымен қатар қысқаша. Әліге бастаңыз. Ал мына ұлы дала елімізді, жерімізді алдағы жылда да көлденеңнің кеселінен, көрсоқырдың өсегінен аман қылғай, ұлан ұрпағымыз ата аманатына адал болғай, бір-бірімізге деген пейіліміз кіршіксіз, жүрегімізде иман ұяласын. Ең бастысы мына біздің жаңа айтып өткеніміздей, әріптестеріміз, әсіресе жастарымыз өздерінің алдарына үлкен арман мақсат қойып, жаңа айтқандай қаламның қадір қасиетін түсіне білсін, әрдайым да ізденісте болсын. Рахмет. Қысқаша айтқанда, көрерменнің алдында биылғы жасалған жұмыстарға қарап отырып, атқарылған шараларға, жобаларға қарап отырып, үлгермеген жерлеріміздің бар екендігін, әлде де айта алмай, көрсете алмай қалған, оған кейбір техникалық мүмкіндіктеріміздің жетпей, басқа да себептердің, уақыт, эфир тапшылығы деген сияқты мәселелердің болғандығын соны айтқым келеді. Келесі жылдан жылға технология, медиа, телевизия саласындағы жаңағы мүмкіндіктердің бәрінің дамуын толық қолдана отырып, көрермендерімізбен аман есен қауышуға жазсын деп тілеймін. Барлық отбасыға төрлеріңізде төларына қосылды. Не осталось времени, да. Но я думаю, наши коллеги присоединяются ко всем поздравлениям.
Мы же от себя с Нурболом Акуом хотели попрощаться, закрыть этот год, сказать вам свои слова благодарности, что этот год вы были вместе с нами, вместе с региональной службой коммуникации, вместе с программой Сухпаттайм. До следующих встреч в новом году. Енді не айтамыз, келер жылдан жаңалығымыз көп болсын, жаңғымыз көп болсын, әріптестеріміз құттықтаймыз, жаңада айтып жатырмыз, оқырмандар көп болсын, тыңдармандар көп болсын, көрермендер көп болсын. Енді не айтамыз, мүмкіндікті пайдалана отырып, Маңғыстау телеарнасының басшысы Ануре Қосымұлына және редакция басшыларына осы өңірлік коммуникациялық қызметпен бірлесіп қоян қолтық жұмыс жасап жатқанын ескере келе алғысымызды жеткізгіміз келеді. Енді не айтамыз, келер 2018 жылы жүздескенше аман сау болыңыздар ағайын. До новых встреч.